жазықсыз адамға жала жабылды. Ол кісіге ақтаудың керегі бар ма жоқ? Не қыласақ? Біз біреу үшін өмір сүріп жатырмыз бәріміз. Қазір өзі заман біреудің заманы болды. Біз өзіміз үшін ештеңе істеп жатқан жоқпыз. Киген киіміміз кім үшін? Біреу үшін. Қонақ күткің келеді. Шақырасың бәрін. Не үшін? Дәлдегің келеді. Сен осы өмірде орның бар. Кластастардың бәрін жиналасыңдар. Не үшін? Міне 11 жылдан кейін мен мынандай күйеуге шықтым. Бір әкімнің баласына күйеуге шықтым. Әйтеуір күнде сен текпілеп тоқпақтап жатса да, ана елдің алдына өтіріктен бетіне май жағып көрсетіп міне мынандай деген. Сұлулығың жоқ ішіңде, бірақ сыртқы сұлулықты көрсетуге құмар болдық. Семьяда бірлік жоқ, бірақ тойға шығу, үйлену біз үшін маңызды болды. Бізге өлген адамның қияметінен гөрі оны жақсылап тұрып 500-800 адам жиналып тұрып, микрофонмен төс сөйлеп тұрып, шығарып салған маңыздырақ болды. Біз біреуге көрсету үшін өмір сүрген замандамыз қазір. Неғұрлым адам көп керсе мақтаныш. Мінген мәшінен кредит, бірақ сен оған мақтанасың. Өзіңнің түгің жоқ, банкқа өлгенше қарызсың. Сонда да мақтанып көрсеткің келеді. Сенікі емес, бірақ менікі деп көрсеткің келеді. Біздегі жоқ нәрсені өзіңдегі бойыңда бар деп көрсеткің келеді. Сонда не үшін өмір сүріп жатырмыз деген сөз? Кім үшін? Не керегі бар сол нәрсенің? Біз достықтың өзін есептесек, санап тұрып көрсеткіміз келеді. Сол адамға дос болғың келмейді. Сен мені көр, кіммен дос боласың. Міне мен мынандай қырға жеттім деген біреу үшін өмір сүрген заман болды біздікі. Той берсек, баламыздың бақыты үшін емес, атақ үшін береміз. Содан кейін бәрі түсінген өзің сұрайсың бар. Қалай өтті тойым дейсің. Ол мақтау керек. Мұндай тойды мен болмаппын десе, іштегі құртыңды, іштегі ләззатыңды, сол ләззатыңды жайына түсірген ел болды. Сондай болдық біз қазір. Сонда проблема неде? Проблема шубада ма сонда? Жоқ, мінген көлікте ме екен? Сөйтсе проблема сенің кішкентай ғана құртың, нәпсіңді қандыра алмағаныңда екен. Адам қандырамайды. Бұл өмірде адамның көзін тек қана топырақ қана толтырып ләззатына жеткізіп бере алады. Болды. Сондықтан бұлдан дүние жинама, ертеден кешке дейін отыра бер деген сөз емес. Адам әрекет қылады, қам қылады. Бірақ адамның аузынан шыққан сөз, періштелер әумин дейтін сөз. Құдай қаласа, елде болады, халықта болады, бізде де жақсылық болады. Алла нәсіп етеді. Алла мені ұмытпайды десеңіз, Алла сізді ешқашан ұмытпайды. Сен өзің Құдайды ұмытсаң, Алла сені ұмытқан әлі.